Сәлем достар, бұл Крепиш фильмі. Үлкен және ұялшақ жігіт анасының қарамағында өседі. Тыйым салуларға қарамастан өз арманындағы қызы іздеп үшін Таиландқа барады. Фильм басты кейіпкер бодибилдер Денис үлкен денесін тамашалап айнаға қарап тұрады. Денис мейрамхананың дәретханасынан шыққаннан кейін ол үстелге оралады. Сол сәтте қыз күтіп отырып, ол неге креветке жемейтініне қызығушылық танытып сұрайды. Және кейіпкердің креветкеға аллергиясы бар екенін білеміз. Абдырап қалған жігіт неге екенін түсіндіре алмайды, себебі оған аллергиясы бар еді. Әңгімеден қыздың сұлулық салоны бар екені анық. Ал жігіт кәсіби бодибилдер, яғни бодибилдингпен айналысады. Жарыстарда өнер көрсетіп, бұл жігіт рельефі бойынша темірлерді көтереді. Бірақ жарыста ақша таппағандықтан Денис папта күзетші болып жұмыс жасайды. Осы мойындаудан кейін қыздың қызығушылығы төмендейді. Ол қыз маған Денис ұятсыз қарады деп айыптап, одан бас тартады. Негізінде ол қызға күзетші болғаны ұнамайтын. Кейінірек көлікте отырып, Денис көңілі қалып басын шайқайды. Себебі кездесу сәтсіз аяқталды. Ол қараңғыда анасын оятпау үшін үйіне оралып тыныш кіре бергенде, бірақ анасы ұйықтамай ас үйде күтіп отырады. Әйел ұлының өтірік айтқанын біліп қояды. Себебі ұлы досымен бірге киноға барамын деп айтып кеткен еді. Денис кеш келіп ұйықтайды. Денис таңертең душта жуынып жатқанда, анасы ұялмай дәретханаға кіріп, дәретханаға отырып жеке өміріне арылыса береді. Арнайы қоректік қоспамен таңғы ас ішкеннен кейін Денис туыстарымен кездесуге барады. Шығарда өзіне анасы көлікте отырып, үйді құлыптаулы ма деп қайта-қайта баласын жұмсап тексерте береді. Отбасылық түскі аста Родни әйелінің туыстарымен таныстырады. Ол оны Таиландтан алып келген еді. Денис ерлі-зайыптыларды сәл күлімсіреп бақылап тұрғанда, анасы қызғанышпен қарап, Дениске анасы ашулы болады. Ескі дәстүр бойынша жаңадан жасалған жас жұбайдың шұлықты кесу әдісін жасайды. Кешке Денисті тазалап жатқанда, анасы Дениске ағасының бақытты көрінісі уақытша деп қызғаныш айтады. Спортзалда Денис темірмен көтеріп жатқанда, кешегі мейрамханада танысқан қыз Дениске тіпті сәлеміне де жауап қатпайды. Денис арамшөптерді жұлып көмектесу үшін ағасына барады. Кейінірек туысына барып, Таиланд жайында біледі. Денис Тай елінде баруға ниеттенеді. Үйде отырып интернет арқылы ол тұруға болатын қонақ үйлер туралы ақпараттарды іздейді. Таиландқа баруға шешім қабылдағаннан кейін, Денис қарамай сәлеміне жауап қатпай кеткен қызға келіп, сен де маған ұнамадың деп айтып жеңілдегендей болады. Жігерленген Денис үйге келіп, анасына Германияға жарысқа бара жатқанын алдап айтады. Анасы тіпті осыған да ренжіп, ол кешкі ас ішуден бас тартады. Таңертең Денис таңғы ас ішкенде анасы тұрмай қояды. Бірақ ол Денистің кетуге деген шешімін өзгертпейді. Денис заттарын жинап алғаннан кейін қоштасуға келгенде, анасы ренжіп көрпеге оралып алып шыққысы келмейді. Денис үйінен шығып, самолетпен ұшып, көп ұзамай ол Таиландқа таксимен жүреді. Оңтүстік шығыс Азия табиғаты қатал, Скандинавия туған жері Данияның климатына қарағанда нағыз керемет сияқты көрінеді. Сұлу жергілікті қыздар туралы айтпағанда, қонақ үйде ресепшндағы қызда Дениске қызығып, нөмерге тағы біреуді алдырасың ба дейді. Егер Денис қонақ үй нөміріне біреуді әкелер болса, қосымша ақы төлеу керек еді. Бірақ Денис қауіпсіз болу үшін бас тартады. Қоныстанғаннан кейін балконнан жерге қарайды. Төменде туристер үшін перспективалар мен мүмкіндіктерге толы экзотикалық ел бар екеніне көз жеткізеді. Содан кейін ол ағасы жіберген Скотт есімді жігітке жергілікті асханаға қонаққа барады. Ағасына жаңа жұбайын таныстырған Скотт еді. Скотт қыз жағынан Дениске де көмектесе алады. Скотт Денистің қалауын нақтылап, кешке ол оған қызы тауып қоятынын айтады. Үйге бара жатқанда Денистің алдан неше түрлі қыздар шығып мазалайды. Қонақ үйден жігіт анасына хабарласу үшін үйге қоңырау шалады.
Бірақ ол телефонды көтермейді. Сосын анасына хабарлама қалдырады. Денис жуынып, пиджак киіп алғаннан кейін ол кездесуге барады. Жол бойында туристен ақша табуға қарсы емес қыздар алдынан шығып мазалайды. Ресторанға келгенде сол жердің қожайыны қарсы алып, Денис мұндай шетелдіктерге толы екенін байқайды. Жергілікті қыздар олармен танысып отырады. Көп ұзамай олардың бірі Дениске қарай бет алады. Қыз сенімді және кәсіби түрде мәселені өз қолына алады. Ұялшақ Дениспен сөйлесіп аймалай бастайды. Қыз Дениске денесінің бұлшық еттерін көрсетуді сұрайды. Сосын ол екеуі әжетханаға кіріп кеткенде, тай қызы Денистің сайманын салфеткамен сүртіп, одан сайын Денисті ұялттырады. Содан кейін қонақ үйге кіріп, олар қалағандарын жасағысы келеді. Бірақ Денис жай ғана танысайық дейді. Бірақ тай қызына бұл қылығы ұнамай, Денистің берген ақшасын алып кетіп қалады. Денис қонақ үйдегі басқа шиқылдасқан дыбыстарды естіп қиналады. Таңертең ол спортзалға барғанда, оның фонында жергілікті спортиктер майда болып қалады. Ол спортшылардың бірінен құймақ қай жерде екенін көрсетуді сұрайды. Денис олардың алдына жаттығып жатқанда, тай спортигі оны танып және альбом трофей стендындағы суретін көрсетеді. Ол тай жігіті Денистің жанкүйері екенін айтады. Сосын кейін жанкүйер Денисті клуб иесі тай қызы Тоймен таныстырады. Жаттығу барысында Денис тай жігітіне кейбір амалдарды үйретеді. Сосын тай досы оны қонаққа шақырады. Бірақ Денис ағасы айтқан Скоттың асханасына оралады. Скотт тағы бір қызды әкеледі. Ол да сол баяғы сөздермен сұрақтарды қоя береді. Бірақ Денис жайлап сытылып кетіп қалады да, жолда оны қалаған басқа қыздар қоршап алады. Бірақ ол жалғыз қалғысы келетін еді. Жағажайда жалғыз отырады. Сосын тай жігіті айтқан жерге келеді. Оның хоббиімен бөлісетін спортшылардың арасында Дениске ұнап кетеді. Тіпті спортзал иесі Тойдың отырғаны да алаңдатпайды. Той оның қайдан шыққаны білгісі келгенде, Денис Даниядан екенін айтып түсіндіреді. Той болса өзі спортзалдың күйеуіне тиесілі екенін айтып, ол бірнеше жыл бұрын күйеуінен айырылып, жесір қалғанын айтады. Денис өзі үйленбегенін айтып, өйткені мен әлі күнге дейін өз жұмды таппадым дейді. Той Денисті жігерлендіріп, оны табасың деп мотивация береді. Кешкі астан кейін Той мен Денис екеуі оңаша қалып, қоғамдық көлікпен қайтады. Той қызығушылық танытып, Дениске сен мопедпен жүре аласың ба деп сұрайды. Келесі күні таңертең екеуі мопед мінуге шығады және Таиландтың көрікті жерлерін тамашалайды. Денис жағажайда отырғанда, денесі дымқыл жабысқан футболкада судан шыққан Тойды ұнатып қалады. Денис мұнда пикник өткізуді ұсынғанда, Денис қолын созып сүйіп жатқанда Той қорқып кетеді. Ренжіген сезімдерде Денис мопедіне келіп жүргізгісі келгенде, ол оталмай қалып, Той келіп екеуі бір мопедпен қайтады. Солай екеуі қонақ үйдің жанына келіп қоштасып, Той Таиландта көшеде сүйісу әдеттен тыс екенін айтады. Содан кейін Той Денисті үйіне шақырады. Солай оңаша қалады. Бірақ солай болса да Денис әлі де ұялшақ, тамандылық танытпай, соңғы сәтте кейіпкердің жүйкесіне төтеп бере алмайды, және ол кешірім сұрап кетіп қалады да, сыртқа шығып біраз ойланады. Сыртта ол түнгі көшенің ортасында ойланып қатып қалады. Содан кейін ол қайтып келіп есікті қағады. Ыңғайсыз үнсіздікте олар төсекте бірге отырады. Денис үй иесінің оған өте ұнайтынын мойындағаннан кейін және түнде қалуға рұқсат сұрамайды да, келісімге қарамастан олар құшақтасып киімдермен шешпей ұйықтайды. Келесі көріністе Денис туған қаласында, яғни Данияда таксимен жүріп келеді. Ол чемодандарымен үйге кіреді. Сонда анасы оны тағы ұстап алады да, жарыстың қалай өткенін сұрап, шай ішіп отырады. Ұлы болса 6-шы орынға ие болдым деп өтірік айта салады. Сондықтан трофейлер жоқтығын түсіндіреді. Дегенмен Денис сапардан Тойдың суретін алып келген еді. Көп ұзамай Денис риэлтормен бірге пәтерге қарайды. Яғни пәтерлерді іздестіреді. Кешке толып жатқан ойлардан ұйықтай алмай, бұл шұғыл мәселе үшін сөйлесуге анасына барады. Ауыр жүрекпен Денис Таиландқа барғанын мойындайды. Германияға барғаны өтірік дейді. Нағашы ағасы қызды сол Таиландтан табуға үміттендірген еді дейді. Ол Тоймен кездескенін айтып жатқанда, бірақ бұл анасына ұнамайды.
Таңертең ол ас үйге кіргенде анасының отырғанын көреді. Дастархан басында олар қиын әңгімеге, жанжалға айналады. Анасы ұрсып, мені алдадың дейді. Кейінірек Денис әуежайда күлімсіреп және гүл шоғымен тойымен қуанышпен күтіп алады. Яғни тойды күтіп алады. Ол оны арнайы сатып алған пәтерге апарады. Және қажеттіліктен аулақ болу үшін анасынан жасырын түрде квартирасын жабдықтарымен жабдықтандырады. Денис тойға анам үйреніскенше осында пәтерде тұра бер дейді. Әрине мұндай жағдай қызға, яғни тойға онша ұнамайды. Денис анасының ауырып қалғанын айтып алдап кетіп қалады да, Денис кешке тойға оралады. Келесі күні Денис сауда орталықта кезіп жүріп, ол жақын жерде жүрген анасын байқайды. Ол жақын маңдағы бутикке бұрылып тығылып қалады, алайда бұл трюк өтпей қалады. Анасы ұзын ұлын бойы қысқа әйелмен жүргенін көреді де, тойы оның жігітімен біреу сөйлесіп тұрған байқайды. Ол анасы еді. Бірақ Денис жай танысын деп айта салады. Бірақ анасы мән жағдайдың бәрін біліп қалады. Денис үйге келгенде анасының қолына қарап, оның қолындағы жарақатты байлап таңып береді. Анасы, сен де әкең сияқтысың деп айыптайды. Денис тойдың елде қалатынын ескертеді. Анасымен қоштасып, жігіт өтінішті елемейді. Той оны көлікте күтеді. Сосын Денис тойдың қасына көшіп кетеді. Денис көлікке заттарын толтырып кетіп қалады. Және Денис солай бақытты болады. Солай бұл фильм аяқталады. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер.